Бүгін мен сіздерді әлемдегі ең өркендеген елмен таныстырамын. Мұнда ең бай және әртүрлі табиғат бар. Орасан зор энергетикалық ресурстар мен олардың ақылға қонымды игерілуі тұрғындарды аса ауқатты ұлтқа айналдырды. Заң бойынша елдің кез келген тұрғыны мен қонағы барлық табиғи ресурстарға шектеусіз қол жеткізе алады. Орманда да, теңізде де еркін жүре алады. Сіз қалаған жерде серуендеп жүзуге құқығыңыз бар. Ел тұрғындарының шамамен 100%-ы жоғары жылдамдықтағы интернетке қосылған. Бұл елдің әрбір 5-ші тұрғынының 4-еуінде өз катері немесе кем дегенде кішігірім қайығы бар. Ормандарды кесу мүлде жүргізілмейді. Қалаларда жерде жатқан қоқысты көру мүмкін емес. Ауыл жолдарында көкөністер мен жемістер қойылған үстелдер жиі кездеседі. Қасында баға көрсетілген қағаз бен ақша салатын банкі тұрады. Қанша алдыңыз, сонша ақша тастауыңыз керек. Мұнда ешкім бақыламайды, өйткені алдау деген атымен жоқ. Бұл елде жанармай бағасы әлем бойынша ең қымбат болып саналады. Елде жанармай бағасы жылдан жылға қымбаттап келеді. Қарақшылық немесе кісі өлтіру оқиғалары ұлттық деңгейдегі жаңалыққа айналады. Себебі мұндай ауыр қылмыстар өте сирек кездеседі. Бұл ел электромобильдер саны бойынша жан басына шаққанда әлемде бірінші орында. 2009 жылдан бері бұл мемлекет адам дамуы индексі бойынша тұрақты көшбасшы болып келеді. Бұл көрсеткіштер Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан жыл сайын есептелетін әртүрлі елдердегі өмір деңгейін, сатып алу қабілетін, өмір сүру ұзақтығын және білім деңгейін салыстыру үшін қолданылады. Күндіз көптеген үйлер тіпті құлыпталмайды. Тек ірі қалаларда келушілер көп болған жерлерде ғана есіктерді құлыптау әдетке айналған. Мұнда бостандыққа шыққан сотталушылар арасында қайта қылмыс жасау деңгейі әлемдегі ең төмен көрсеткіш, небәрі 20%. Бұл ел бір адамға шаққандағы күнделікті газет шығару саны бойынша әлемде бірінші орында. Елде әртүрлі көлемдегі 500 миллионға жуық көл бар. Күн, жаңбыр, жел мен тұман ғарыштық жылдамдықпен ауысады. Жергілікті тұрғындар тіпті әзілдейді. Біздің ауа райымыз ұнамай ма, онда 15 минут күте тұрыңыз. Мұнда адамдар орман өнімдерін жинамайды. Саңырау құлақтар мен жидектерден түсінігі аз. Дәрілік өсімдіктердің қасиеттерін білмейді. Өнімді жылдары саңырау құлақтар соншалықты көп болады. Бір адам небәрі 2-3 сағат ішінде 100 литрлік саңырау құлақ жинай алады. Көшеде қайыр сұраушыларды кездестіру мүмкін емес деуге болады. Тек ірі қалаларда сирек кездеседі және бұл көбінесе иммигранттар. Банк арқылы жылдық 3-4% мөлшерлемемен өте үлкен несие алу оңай. Жалпы бұл елде бәрі адам үшін жасалған. Өміріңізді 10 жылға алдын ала жоспарлауға, кез келген шығын мен мансаптық өсуді болжауға болады. Ең бастысы, бұл жоспар жүзеге асады. Бұл Норвегия, әлемдегі ең бай елдердің бірі. Легатум рейтингінің мәліметі бойынша әлемдегі ең өркендеген ел деп танылады. Бұл рейтингті 2007 жылдан бері жыл сайын британдық халықаралық инвестициялық топтың талдау орталығы жасайды. Елдердің өркендеу деңгейі халықтың табысы мен әл-ауқатына негізделіп бағаланады. Рейтинг 149 мемлекет үшін есептеліп, жер халқының 96%-ын және әлемдік жалпы ішкі өнімнің 99%-ын қамтиды. Зерттеу авторлары соңғы жылдары жаһандық өркендеу деңгейінің жақсарғанын, бірақ ең мықты және ең әлсіз елдер арасындағы алшақтықтың артып жатқанын атап өтеді. Елдерді бағалау 12 категория бойынша жүргізілді. Экономика, білім беру, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару, денсаулық сақтау, инвестициялық климат, өмір сүру жағдайлары, нарыққа қолжетімділік және инфрақұрылым, қоршаған орта, жеке бостандық, қауіпсіздік, әлеуметтік капитал. Сонымен қатар 300-ден астам түрлі факторлар ескерілді. Норвегия экономикасы бойынша әлемде 3-ші орында. Денсаулық сақтау мен білім беру деңгейі бойынша 5-ші орында. Мемлекеттік басқару институттарын дамытуда 7-ші орында және жеке бостандық деңгейі бойынша 2-ші орында. Жинақталған ұпайлар Норвегияға кезекті рет әлемдегі ең өркендеген ел мәртебесін ресми түрде алуға
мүмкіндік берді. Норвегияның өркендеуіне мұнай бағасының төмендеуі де, оның нәтижесінде ұлттық валютаның негізгі әлемдік валюталарға шаққандағы бағамының құлдырауы да кедергі болмады. Көптеген елдер бай, бірақ Норвегияны ерекшелендіретін нәрсе бұл байлықты дұрыс бөлу. Ең бастысы, халықтың әл-ауқаты үшін байлықтың дұрыс таралуын қамтамасыз ету. Ең жоғары жалақы алатындар мен ең төмен жалақы алатындар арасындағы алшақтық көптеген басқа елдерге қарағанда әлде қайда төмен. Елдегі жұмыс бастылық деңгейі ерлер арасында да, әйелдер арасында да жоғары. Норвегия қатал климатқа ие солтүстік ел. Ол өмір сүру деңгейінің жоғарылығымен танымал және жаһандық қаржылық дағдарысты салыстырмалы түрде жеңіл еңсереді. Оның экономикасы тұрақты, барынша экологиялық таза және оң динамика көрсетуде. Мұнда өте таза су мен ластанбаған таза ауа бар. Норвегиядағы өнеркәсіптік қауіпсіздік стандарттары әлемдегі ең үздіктердің бірі болып саналады. Бірақ Норвегия неліктен мұншалықты бай ел? $1 триллион. Бұл маңызды белес, деп мәлімдеді Норвегияның суверенді қорының басшысы Ингвест Лингстад. Оған сеніп тапсырылған қордың мөлшері осы астрономиялық көрсеткішке жеткенін атап өтіп, 2024 жылдың 6 желтоқсанында қордың барлық активтерінің құны $1,8 триллион құрады. Бұл Норвегия мемлекетінің жыл сайын мұнай мен газ сатудан түскен табысының бір бөлігін осы қорға аудару саясатының нәтижесі. Норвегиялықтар бұл қорды көбінесе мұнай қоры деп атайды. Ол әлемдегі ең ірі суверенді қор болып табылады. Ал келесі ірі тұрақтандыру қоры Біріккен Араб Әмірліктерінікі. Ол Норвегиялық қордан шамамен 3 есе кіші. Қазақстанның ұлттық қоры Норвегия қорынан шамамен 20 есе кіші. 1969 жылы мұнай кен орны табылғанға дейін Ставенгер балықшылар қаласы ондаған жылдар бойы майшабақ аулау орталығы болып келді. Алайда 1970 жылдан кейін аулау көлемінің күрт төмендеуіне байланысты майшабақ кенеттен жоғалып кетті. Ставенгер жалпы Норвегия сияқты көптеген ағаш желкенді кемелері бар, бірақ өнеркәсіптік дамудан арта қалған ауыл шаруашылық экономикасына ие мемлекет ретінде қалды. Алайда мұнай бәрін өзгертті. 1960 жылдары Норвегиядағы өмір сүру деңгейі Швеция мен Данияға қарағанда 30-40%-ға төмен еді. Ал қазіргі таңда Норвегияның өмір сүру деңгейі бұл елдерден әлде қайда жоғары. Солтүстік теңізде қазіргі уақытта 70 мұнай платформасы жұмыс істейді. Олардың көпшілігі Норвегияның мемлекеттік мұнай компанияларына немесе шетелдік концессионерлерге тиесілі. Бұрғылау және өндіру қызметі елдің барлық экономикасына оң әсерін тигізіп, оны көтерді. Норвегияның мұнай өнеркәсібі елдегі 5 миллион тұрғынды бай етті. Қорда жиналған астрономиялық $1 триллион бұл жай ғана сандар емес. Ослода мұнай кірісінің шексіз болмайтынын жақсы түсінеді. Қордың басты және жалғыз мақсаты қазіргі мұнайдан түскен табыстың арқасында болашақ ұрпақтың қаржылық әл-ауқатын қамтамасыз ету. Қордың ресми сайтындағы алғашқы сөйлемдердің бірі былай дейді: бір күні мұнай қоры таусылады. Алайда осы қордан түсетін табыс норвегиялықтар үшін пайдалы болып қала береді. Бүгінгі таңда Норвегия халқының саны 5 миллион адамды құрайды. Ал әрбір азаматқа қордың үлесі $193 мың келеді. Бар болғаны 20 жыл ішінде осындай көлемдегі қор жинақталды. Норвегиялықтар мұнай байлығының мәңгілік емес екенін 1990 жылдары түсіне бастады. Алғашқы аударымдар 1996 жылы жасалды. Ал 1998 жылдан бастап қор табыс әкеле бастады. Содан бері қор жылына орта есеппен 6%-ға өсті. Ал инфляция мен басқару шығындарын алып тастағанда 4%-ды құрады.
Ең таңғаларлығы 2008 жылы жаһандық қаржы дағдарысы кезінде көптеген мұнай экспорттаушы елдер өздерінің суверенді қорларынан қаражат алуға мәжбүр болғанда, Норвегия қоры айтарлықтай төмендемеді. Мысалы, Қазақстан мен Ресей ұлттық қорлары бірнеше есеге азайды. Ал сарапшылар тіпті олардың толық сарқылу қаупін талқылай бастады. Бүгінгі таңда Норвегия қоры әлем бойынша 9 мыңнан астам акция, облигация және жылжымайтын мүлікті басқаруда. Қордың инвестициялық портфелі ашық және кез келген адам оның құрамымен таныса алады. Қор басшылары оның шамамен 65%-ын әлемдік акцияларға салудан қорыққан жоқ. Қор портфелінде Google, Amazon және басқа да интернет-экономиканың алпауыттары бар. Қордың осыншама үлкен көлемге жетуі соңғы 20 жылдағы қаржы нарықтарының қарқынды өсуіне байланысты болды. Ел халқының саны 5,5 миллион адам. Халық тығыздығы өте төмен. Елдің орталық және солтүстік бөліктері іс жүзінде бос жатыр. Аралдардың кейбір бөлігі адам тұрмайтын аймақтар болып табылады. Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі өте жоғары. Ел азаматтарының шамамен 4-тен 3-і тұрақты жұмыспен қамтылған. Экономиканың жоғары деңгейде дамығанын және өмір сүру сапасының жақсарғанын, адамдардың ұзақ өмір сүру жасының артуы дәлелдейді. Қазіргі таңда норвегиялықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 82 жыл. Халықтың өмір сүру деңгейін барынша қолдау үшін Норвегия еңбек нарығындағы жұмыс орындарының санын үнемі арттырып отырады. Жаңа жұмыс орындары мен қосымша жұмыс мүмкіндіктерін жасау мақсатында шағын кәсіпорындар ашылады. Ел азаматтарының жоғарғы білім алуына үнемі қамқорлық жасалып, жұмыссыздық көрсеткіші Еуропадағы ең төмен деңгейде сақталып отыр. Норвегия мұнай өндіру бойынша Еуропадағы көшбасшы елдердің бірі. 2019 жылы Норвегияның мұнай өнеркәсібінен түскен таза ақшалай кірісі 226 миллиард долларды құрады. Қазақстанмен салыстырғанда Норвегияда сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен, ал өмір сүру деңгейі өте жоғары. Норвегия халқы ең бақытты елдер рейтингінде көш бастап тұрған мемлекет. Кейбіреулер мұнайды ел экономикасы үшін қарғыс деп санайды. Бірақ Норвегия бұл тұжырымға қайшы келетін ерекше жағдай. Норвегия демократиялық мемлекет бола тұра, мұнай экспортынан да әлемдік көшбасшылардың бірі. Мұнайдың экономикалық жетістікке кедергі келтірмеуінің негізгі себептерінің бірі Норвегияда мұнай өндіру басталмай-ақ демократиялық жүйе жақсы қалыптасқан болатын. Норвегия құқықтық мемлекет құрып, дұрыс саяси басқаруға қол жеткізе алды. Ел басшылығы шешім қабылдау процестерінің ашықтығын қамтамасыз етіп, лицензия беру жүйесін қатаң бақылауда ұстады. Бұл алдын ала болжам жасауға болатын айқын жүйе. Өйткені ол жемқорлық мүмкіндіктерін азайтады. Қазіргі уақытта жаһандық мұнай нарығындағы дағдарысты ескере отырып, ел экономикасының басқа секторларын дамытуға ерекше назар аударылуда. Мұнай және энергетика салаларымен қатар, Норвегия кеме жасау мен металлургия өнеркәсібін дамытуда. Ағаш өңдеу, қағаз өндірісі, ауыл шаруашылығы және балық шаруашылығы да Норвегияның дәстүрлі салалары болып табылады. Бұған қоса, елде құрылыс, ғылым мен инновация, ғарыш саласы, компьютерлік технологиялар мен білім беру жүйесі де қарқынды дамып келеді. Норвегияда орташа жалақы елде лайықты өмір сүруге жеткілікті деңгейде. Қазіргі уақытта Норвегияда жұмыс істейтін адамдардың орташа айлық жалақысы 5000 евроны құрады. Норвегияның салық жүйесі салыстырмалы түрде қолайлы саналғанымен, елге жұмыс істеуге келген шетелдіктер үшін салық төлемдерінің мөлшері таңғаларлық деңгейде. Норвегияға жұмысқа келген мигранттар табысының шамамен жартысын салыққа төлеуге дайын болуы керек. Жоғары өмір сүру деңгейі мен жақсы жалақылар Норвегияға көптеген еңбек мигранттарын тартады. Алайда бұл елде жұмыс табу оңай емес.
Норвегияның Еуропалық одаққа мүше болмауы тіпті еуропалықтар үшін де жұмысқа орналасуды қиындатады. Еңбек нарығы негізінен шетелдіктер үшін жабық және мемлекет тарапынан қатаң реттеледі. Норвегия тұрақты және бай мемлекет. Мұнда үкімет көмірсутектерді сатудан түскен кірісті ұтымды және әділ бөлуді қолдайды. Дәл осы себепті жаһандық қаржылық дағдарыс жағдайында да Норвегия экономикасы болашаққа сеніммен қарайды. Азаматтарының өмір сүру деңгейін жоғары деңгейде ұстап тұрып, Еуропаны шарпыған көші-қон қысымына қарсы тұра отырып, Норвегия әлемдегі энергия өндіруші көшбасшы елдерінің бірі. Жергілікті сарқырамалардың күшін тиімді пайдалану арқылы жұмыс істейтін гидроэлектростанциялар, сондай-ақ жел мен күн энергиясын ұтымды қолдану Норвегияға электр қуатын көрші елдерге экспорттауға мүмкіндік береді. Бұл факторлар ел экономикасының табысты, тұрақты және өркендеуші болуына айқын кепілдік береді. Ал егер Норвегияның өз мұнай байлығын неге соншалықты тиімді басқаратынын сұрар болсақ, оның жауабы ел тарихында жатыр. Норвегияда теңдік дәстүрлері өте мықты қалыптасқан. Бұл дәстүрлер викингтер дәуірінен бастау алады. Сол кезде еркін адамдар топтасып, харизматикалық көсемнің бастауымен бірігіп, теңіз саудасына және рейдтік жорықтарға қатысып, табысты әділ бөлісетін болған. Норвегия солтүстік Еуропадағы Скандинавия түбегінде орналасқан мемлекет. Елдің ресми атауы Норвегия корольдігі. Астанасы Осло қаласы, ресми тілі норвег тілі. Ел парламенттік монархиямен басқарылады. Яғни мемлекет басшысы патша, бірақ барлық билік үкімет пен парламенттің қолында. Норвегия әлемдегі ең бай елдердің бірі болып саналады. Оның жалпы ішкі өнімі жан басына шаққанда $90,000 асады. Елдің негізгі табысы мұнай мен газ өндіруден келеді. Дегенмен мемлекет өз байлығын тек табиғи ресурстармен шектемей, жаңартылатын энергия, балық шаруашылығы, теңіз тасымалы, ақпараттық технологиялар, туризм сияқты түрлі салаларды дамытуда. Норвегия өмір сапасы мен адам дамуы бойынша әлемде бірінші орындарға ие. Денсаулық сақтау жүйесі толығымен мемлекет есебінен қаржыландырылады. Норвегиялықтардың 99% таза ауыз су мен экологиялық таза азық-түлікке қол жеткізе алады. Елдің экономикалық теңдігі жоғары, яғни бай мен кедей арасындағы айырмашылық өте аз. Коррупция деңгейі өте төмен. Норвегия әлемдегі ең адал әрі ашық басқарылатын елдердің бірі. Норвегия электр энергиясының 98%-ын гидроэлектростанциялардан өндіреді. Норвегия балық өнімдерін экспорттауда әлемдегі ең ірі елдердің бірі. Кеме тасымалы елдің маңызды саласы. Норвегиялық компаниялар әлемдік теңіз тасымалының 7%-ын бақылайды. Норвегияда білім беру тегін. Соның ішінде жоғары оқу орындары да. Студенттер ай сайын мемлекеттен жоғары шәкіртақы алады. Халықтың 99%-ы сауатты, яғни елде білім деңгейі өте жоғары. Норвегия әлемдегі ең экологиялық таза елдердің бірі. Елдің 96%-ы ормандар мен таулармен көмкерілген. Мұнда субарктикалық климат басым, қысы суық, жазы салқын. Норвегияда поляр шұғыласы өте жиі көрінеді. Елде жұмыс аптасы 37 сағат және демалыс уақыты өте ұзақ. Норвегия әлемдегі ең қауіпсіз елдердің бірі. Онда қылмыс деңгейі өте төмен. Елде алкогольді сату өте қатал заңмен реттеледі. Норвегиялық түрмелер ең гуманды. Кейбір түрмелерде тұтқындарға жеке бөлмелер, теледидар және спорт залдары беріледі. Норвегия экономикалық тұрақтылығы, табиғатының әсемдігі, әлеуметтік әділеттілігі және жоғары өмір сүру деңгейімен ерекшеленетін ел. Бұл мемлекет мұнай байлығын дұрыс пайдалана отырып, болашақ ұрпақ үшін тұрақты және бай ел құрды. Мұнда қоршаған ортаға қамқорлық жасалып, инновациялық технологиялар енгізіліп, халықтың өмір сапасы бірінші орынға қойылған. Бұл әлемдегі ең дамыған, ең тұрақты және өмір сүруге ең жайлы елдердің бірі. Егер сізге видео ұнаса, арнаға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.